Сәлем достар! Бүгін біз испан халқының чуррос деген тәтті тамағын пісіреміз. Өте дәмді, ерекше, балаларға қатты ұнайды. Ол үшін 300 мл суға шым-шым тұз қосамыз. 15 грамм қант қосамыз. Және 90 грамм сары майды қосып, ерітеміз. Май толық еріген соң 180 грамм ұн қосып, араластырып, қамыр дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей. Қамырдың суы тартылғанша 5-10 минут отта араластырып тұрамыз. Енді қамырды толық суығанын күтеміз. Енді 3 жұмыртқаны бір-бірлеп ақырындап қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Массамыз қою болады. Қамыр массаны кондитерлік қалташаға салып аламыз. Чурросымызды посыпкасын дайындаймыз. 150 грамм қантқа 3-4 шай қасық корица қосып араластырып аламыз. Табамызда майымызды қыздырамыз. Чурростарды пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Қызарғанша қуырамыз орташа отта. Піскен чурросты алып, корицалы қантқа араластырып аламыз. Чурростар дайын. Өте дәмді, балалардың көңілінен шығатын тағам. Балаларыңызға, отбасыларыңызға пісіріп көріңіздер. Шоколадный соуспенен чурростарымызды ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.